Барлықтарыңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім, сіздермен мен Мадина. Егер де сіз өзіңізді ұялсаңыз, егер де сіз өзіңізді әлемге жар салудан ұялсаңыз, адамдармен сөйлесуден ұялсаңыз, қалағаныңызды айта алмасаңыз, өзіңізді басқа адамнан қарағанда нақұрыс, жаман, бір жеріңіз дұрыс емес, толыққанды емес, анау әдемі, бірақ сіздің мына жеріңіз дұрыс емес. Сіз жақсы, әдемі, бай партнерға лайықты емес, байлыққа, күшті өмірге лайықты емес. Сонымен қоса өзіңізді нақұрыс, жаман адам сезінсеңіз, онда сіздің самооценкаңыз төмен. Және бұл видео сізге арналған, және сіз мені таптыңыз, құттықтаймын. Ал егер де керісінше, сіз өзіңіз жайлы бүкіл әлемге жар саласыз, сезімдеріңіз жайлы айта аласыз, ойыңызды нақты жеткізесіз, қалаған нәрсеңізді аласыз, қалаған байлықты аласыз, соған лайықты деп ойлайсыз. Ұнаған партнер, әдемі, бай, керемет партнеріңізға аласыз да, сонымен флиртовать етесіз, қорықпайсыз, өйткені сіз оған лайықты деп ойлайсыз. Өзіңізді талантты, керемет адам деп ойлайсыз. Егер де сіз солай ойласаңыз, сіздің самооценкаңыз нормальный. Негізінде осылай болу керек, өйткені әрбір адамды Құдай ерекше етіп жаратқан. Әрбір адам керемет. Негізінде осылай болу керек. Бірақ та қоғам, стереотиптер бәрі бізге неше түрлі андай установкаларды миымызға құйып тастайды, біздің самооценкамыз төмен болады. Енді осы видеода біз не жайлы айтамыз? Осы жаңағы айттым ғой, өзіңізді күшті санайсыз деген, сол нәтижеге қалай жету керек екендігі жайлы әңгімелесетін боламыз. Мен қазақтың ауылында өскен баламын. Қандай мектепте барлығымыз өстік? Мұғалімдер тыңдату мақсатында сені мақтамай, керісінше тыңдату мақсатында керісінше сендерді төмендетіп, барлығымызды төмендетіп өсірген ауылдан өскенбіз. Маған ешқашан мен сені Мадина жақсы көремін деп ата-анам ешқашан айтпаған. Ешқашан мен таланттарымды бетіме айтпаған. Сен осындай таланттысың, жақсысың деп. Менің ерекшеліктерімді айтпаған. Ешқашан мен құшақтап жақсы көремін деп айтпаған. Керісінше тыңдату мақсатында неме істеген, салыстырған. Әрине ол олардың кінәсі емес, оны білеміз. Барлығымыздың ата-анамыз көбі сондай болған. Ол не? Қоғам. Бәріміз білеміз, СССР кезінде ол тактика болған. Біздің қоғамның тактикасы. Адам тыңдау үшін өзін төмен санау керек. Бағыну үшін өзін төмен, жаман санаса, адам сонда мемлекетке, жаңағы немелерге бағынады, СССР-ға бағынады. Сол үшін бұл тактика болған. Төмендету, критика айту, олардың тактикасы. Соның арқасында 80% бізде қоғам сау емес. Барлығымыздың самооценкамыз, көбіміздің самооценкамыз төмен. Сонымен қоса мектепте буллинг болды, менде буллинг болды. Өйткені мен басқалардан қарағанда айырмашылығым бар. Мен оны дәл қазір түсініп отырмын. Сол кезде өзімді нақұрыс деп санайтын. Буллинг болды, қыздар мені жекеледі. Өйткені мен красивая, әдемімін, білімдімін. Мен енді ғана түсініп отырмын. Мен ғана емес, әрбіреулердің сондай білімдісін, әдемісін, әрбір адам ерекше. Бірақ сол кездегі сол самооценкалары төмен адамдар неме істеді олар? Бүйтіп өздерін жоғары санау мақсатында саған айта берді, сен осындайсың, осындайсың деп. Әрине біздің кішкентай кезіміздегі бүйтіп жұмсақ миымыз соған сеніп қалады, сол установкамен кетеді. Ол негізі ақиқат емес. Біреудің ақиқатымен, сол кездегі саған жаман айтқан сөздермен сіз өмір сүріп да, нағыз өзіңізді бұл әлемге көрсете алмайсыз. Шын мәнінде сіз өте керемет жансыз. Өйткені сізде тұнып тұрған таланттар бар, Құдай сізді белгілі бір мақсатпен жаратқан. Осы жайлы менің келер курсымда айтатын боламын. Міне, мен де кезінде
осындай жаңағы басымнан буллинг өтті, ата-анам маған ешқашан жақсы көрем, жақсы жағалым, жақсы нәрсемді айтпаған, барлық айналаңда сен жамансың, сен дұрыс емессің, критика айта берген нәтижесінде мен әрине андай днода болдым. Дно өзімді нақұрыс жексұрын санағам. Дәл қазір олай санамаймын. Неге? Өйткені мен 12 жыл бойы үлкен жол жасадым. Сол үшін өзіме рахмет айтам. Сіздер де осы курсты сатып алсаңыз, өзіңізге рахмет айтасыз, мен білем. 12 жыл бойы мен психологтарға бардым, терапия өттім. Жай психолог емес, бір сеансы 80 мың, 50 мың тұратын психологтарға бардым. Бейсанамен жұмыс жасадым. Жүздеген кітаптарды оқыдым, шетелдік курстарды сатып алдым. Ана шетелдік психологтардың техникаларын сатып алған болатын. Үлкен жұмыс жасадым. Әрине қазір әлі де жұмыс жасап келе жатырмын, әлі де өзімді танып келе жатырмын. Соның нәтижесінде, Құдайға шүкір, мен бұрынғы анандай адамдардың айтқан нәрселерінен бітіп, миымнан шешеді ғой, сол сияқты жаман нәрселерді миымнан, подсознаниемнан бәрін алып тастадым. Әлі де әрине жұмыс істеп келе жатырмын. Соны Құдайға шүкір, қазір ақшам бар, өзімді жақсы, керемет адам деп санаймын. Сіз сияқты, әрбір адам керемет, және айтқандай. Өзімді әлемге жар сала аламын, адамдарға өзім ұялмай сезімдерімді айта аламын, ойымды айта аламын, және ең бастысы өзімді жақсы адам санаймын. Ол үлкен жұмыстың нәтижесі деп ойлаймын. Сол барлық білімімді, 10 жылдық білімімді, талай миллиондаған кетірген ақша кетірдім, өзіме талай жұмыс жасадым. Бір курс ретінде шығарам деп шештім. Бұйыртса, наурыздың соңына таяу мен курсымды сатылымға қоятын боламын. Ол курста сіз ойлағандай, андай мен өзімді жақсы көрем деп айтатын таяз нәрселер берілмейді. Ол жерде нақты, біріншіден немене береді? Теория беріледі. Комплекс қайдан шығады, бұл қайдан болады? Нақты теория сізге барлығы түсінікті болу үшін. Өйткені адамға сену үшін дәлел керек. Адам дәлел болғанда ғана соған шынымен сенеді. Немене болады? Теория болады, нақты практика болады, когнитивті бихевиоралды терапияның практикасы болады. Сонымен қатар бейсанамен жұмыс неменесі болады, техникасы болады. Мен өзім 100 мың, 90 мыңға сатып алған техникаларынан қосамын, медитациялар болады. Түрлі техникаларды қосып, білімімді қосып, где-то бір 10 видеодан асатын курсымды сізге қолжетімді бағада сататын боламын. Өзімнің дамуына миллиондаған ақша кетіріп, бірақ та сізге неге осындай қолжетімді бағада сатудамын? Себебі сіздер менің айналамдағы адамдарымсыздар, менің подписчиктерім, менің көрермендерімсіздер. Және мен өзімнің біріншіден айналамдағы адамдарға пайда тигізгім келеді, екіншіден айналамдағы адамдар жақсы болғаны, самооценкалар жоғары болғаны маған жақсы. Өйткені олар жақсы комментарий жазады, көп ақша табады, мысалы бай боласыздар, маған жақсы. Сол үшін бұл сіздерге үлкен сыйлығым болады. Сіз бұл техникаларды біліп алсаңыз, өмір бақи қолдануға болады. Бұл өте керемет мүмкіндік. Наурыздың соңында сатылым басталады. Мен 2 ссылка қалдырып кететін боламын. Біреуі Телеграмға, біреуі WhatsAppқа. Сол жерде ақпараттарды жіберіп отырамын. Нақты бағасы қанша болады, қашан сатылымға шығады, қандай ссылкамен өтеміз. Барлығы және 10-нан астам видео дайын тұр. Бірақ та мен әлі де үстіне видео қосатын боламын. Сіздерден әрине сұрақ қоямын, сіздерден тағы қандай видео қоссам болады деген. Мысалы, көп адамдар сұрауы мүмкін, мынандай видео қосыңызшы тағы да деп. Қосымша сіздермен бірігіп те жазамыз. Өйткені сіздердің сұраныстарыңыз мен үшін маңызды. Тіпті сіз 50-де болсаңыз да, 20-да болсаңыз да, жасыңыз маңызды емес. Бұл өмірді сіз толыққанды өмір сүруге лайықтысыз. Сіз жайлы өмір адамдар білу қажет. Ол үшін әрине не істеу керек?
өзіңіздің талантыңызды, өзіңіздің нақты кім екеніңізді білу керексіз. Ол үшін самооценканы көтеру керек, өзіңізбен жұмыс істеу керек. Наурыздың сонда сатылымдағы бағасы төмен болса, уақыт өте келе оның бағасы үлкейе беретін болады. Өйткені бұл продуктының бағасы, бұл курстың бағасы, мен айта алмаймын, минимум 100 000 тұру керек деп ойлаймын. Мені көріп жүрген адамдар менің видеоларымның білім сапасын біледі. Ешқандай су жоқ, нақты техника, нақты білім. Сіздер тегін нәрседен сондай нәрсе алсаңыз, менің курсымнан мынанша нәрсе алып шығатын боласыз. Бұл сіздің үлкен дамуға деген қадамыңыз болсын. Сізге сәттілік тілеймін. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздескенше, менің телеграм каналыма міндетті түрде жазылып алыңыздар. Ол жерде тек қана курс жайлы ғана болмайды, сонымен қоса қосымша мәліметтер, пайдалы ақпараттар болады. Сол үшін телеграм каналыма жазылып алыңыздар, сайтыма өтіп тексеріп тұрыңыздар. Сау болыңыздар, мен сізді жақсы көремін. Сіздерге сәттілік тілеймін, жіберіп алмаңыздар.